Сәлем достар, қалайсыздар? Эфирде Неген Ақ және біз бастаймыз. Ел құлағын елең еткен бұл апта өте аты шулы апта болды. Және мен бұл аптаны Аташки дезелят немесе Аташки нахайпи дегім келіп отыр. Сөйлей салам. Жаңа машина алып бересің. Сөйтің онда. Алып бере салам. Сөйте салам. Сіңдің ғой? Сөйте салам. Ал машина. Сөйте салам. Машина болмаса кет. Ая бетің сөйте салың, баса салың. Аташка нахайпи, нахайпи, нахайпи. Бұрат көрсешін, бұрат көрсешін, мен ғана сөйлесің ғой. Жоқ, сабырдың. Аташка нахайпи, Атақ қолың. нахайпи. Қазақстанда 2019 жылы жастар жылы болды. 2021 жылы шалдар жылы болып басталды ма қалай өзі? Жалпы құтырып жатқан шалдар біздің ашуымызға тие бермеңіздер. Если что, Төреғали Төрәліге бір-ақ звонок и всех вас. Риза емессіздер ме? Пожалуйстаңыз, тұрыңызда шығып кетуіңізге есік ашық. Жарайды, біз бүгін басқа тақырыпты сөз етеміз. Отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы іс әрекет заңы. Бұл заң қазақты қорлау ма, әлде қолдау ма? Меніңше қорлау. Оның өзіндік бір себебі бар. 11 желтоқсан 2020 жылы Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі Дүйсенова Тамара Касымовнаның кездесу болды. Мен ол кісіге бір сұрақ қойдым. Осы 30 жыл егемендігіміздің ішінде біздің мемлекетпен құрылған мұсылмандар басқармасы мемлекеттің шығарып қойған қолданыстағы заңына қарсылық білдірді ма деп? Жоқ, білдірген жоқ. Бүгінгі таңда сол кездескен күні қасиетті жұма болды. Сол күні Азан KZ сайтынан алып шықтым діни басқарманың фетуасын, яғни бізде жыныс ауыстыруға исламда тыйым салынған деген. Ал қарап отырсаңыз, біздің қазір 2020 жылғы күшіне енген денсаулық сақтау кодексінде жыныс ауыстыру еркіндігін беріп қойған. Бұл заңның бір ғана тармағымен мен сіздерге мысал келтіріп берейін. Зорлық зомбылыққа ықпал ететін салт дәстүрлермен мәжбүрлемеу деген. Енді өзіміздің қарапайым қазақ тілінде түсіндіріп берейін. Сіз балаңызды сүндеттейсіз, бала жылайды, сіз баланың құқығын шектейсіз. Немесе тұсаукесерде бала жылайды, сіз оның құқығын шектедіңіз. Айта берсек, мысал көп. Бірақ Неген Ақ қай қазақтың салт дәстүрі зорлық зомбылыққа итермеледі деген сұрақ туындайды. Аталған заң жобасы жөнінде Ата-аналар одағының мүшесі Бағила ханымның айтар тәп-тәуір өз ойы бар. Құлақ түрейік. Балаңа қатты ұрса алмайсың, қатты айта алмайсың. Одан кейін жаңағы 111 деген телефон бар, сол 111 деген телефонмен кез келген бала өзінің әкесі, шешесі болмаса үйіндегі туған туыстары, егер ол балаға бір қандайда бір дауыс көтеріп ұрсатын болса, болмаса бір кішкене ренжіп бір кекілжің болатын болса, 111 номерін білген бала кез келген уақытта сол телефонды соғып, үйіндегі әкесі болсын, шешесі болсын, әпкесі болсын, бауыры болсын, қайсысы болмасын, сол отбасындағы бір отбасында тұрған мүшесіне шағым түсіре алады. Бала ұрысқан әкесіне ашу басылып, жоқ, мен папам әкем ұрған жоқ, ұрысқан жоқ дейтін болса, ол саналмайды. Өйткені ол 111-ге телефонға хабарласқан кезде ол тіркеліп, арғарай оны міндетті түрде арғарай қарастыру қажет. Заң қабылдасын деп жүгіріп жүрген парламент жанынан құрылған арнайы топтың мақсаты қазақтың ұлттық болмысын жою ма? Енді сіз бұл заң күшіне енсе, өз балаңыздың ата-анасы емес, асыраушысы болып есептелесіз. Сенбейсіз бе? Бұл жайлы Тұрсынбек керемет айтып берді. Заң шығып отыр ғой. Әйеліне у-шу бірдеңе шығарсаң, әйеліне қазір айғайласаң, көршілер естіп қалса, заявление жазып жіберсе, алдағы уақытта соттатып жіберейін деп жатыр. Сондай заң шығып отыр. Қоғамдық орында бір мегада бір жерде жүріп балаңа «Ей!» деп қалсаң, біреу заявление жазып жіберсе, балаңды алып қояды. Сондай шығарып жатыр. Европадан еститініміз, бізге де сондай заңды 21-ден бастап кіргізейін деп жатыр. Сонда алдағы уақытта енді былай қарасаң, еркектер әйелің айқайлай алмайтын болсаң, балаңа ештеңе дей алмайтын болсаң, сонда үйдің ішінде квартирант болып жүретін болып тұрмыз ғой. Ай сайын ақша төлеп жаңадай. Біреуге бірдеңе айтайын десең, заявление жазып жіберемін. Балаңа да қазір балдар, ладно, одан кейін бір 20-30 жыл өткеннен кейін балдар айтады, папа, вообще ты молчи, я сейчас заявление писать, все, ты болды.
Ну, сынок, ну не надо, зачем ты? Не. Заявление зачем? Қой керек емес, оқымасаң оқымай ақ қой, неғып қой, өзің бос құрсын. Бұл заң жобасы Ресей, Украина, Белорусиялық мемлекеттерге де ұсынылған. Бірақ Россия отказ берді, Белорусиялық батька отказдың ар жағындағы әңгімені айтты. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Если надо в угол поставить за ухо, взять ребенка, ставьте. Аккуратно только, с мозгами. Ну, Виктор часто получал, он от меня как старший. Младшего я вообще, ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А средний Дима, он уже видел, как Вите попадало. Он ровненько стоял рядом. Понимаете, где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это модная сейчас формулировка на Западе. У них скоро семей не будет. У них уже мужик на мужике женится или замуж выходит, вы это знаете. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье. Это безглуздица полная. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций, белорусских, славянских традиций. Батька негізі действительно жігіт қой. Бір мезетте посткеңестікте осы бір заң жобасының әрбір мемлекетте бір мезетте қаралуы ол кездейсоқ деп ойлайсыз ба? Жоқ, мен кездейсоққа ешқашан сенген емеспін, сенбеймін де. Ең сорақсы, жасы 10-ға толған мектеп оқушысына жыныстық сауаттылық сабағы өткізілмек. Және бұл заң күшіне енген. 10 жастағы баланы өзіңіз білесіз, ол қандай екен. Кез келген нәрсені бойына сіңдіріп алады. Егер біз ол баланың миына жыныс сауаттылығы туралы сіңдіретін болсақ, ол бала ертең не істемейді? Біз сонда зорлық зомбылықтан сақтандырып отырмыз ба? Зорлық зомбылыққа итермелеп отырмыз ба? Біздің қазақ ұлты басқа ұлттардан, басқа елдерден ерекшелігі, оның басты құндылығы салт дәстүр мен әдет ғұрыптары. Қыркүйек айындағы мәжіліспен бірінші қараудан өтіп бекітіліп қойған осы заң жобасының 5 бабының 14 тармағында зорлық зомбылыққа итермелейтін салт дәстүр мен әдет ғұрыптарды мәжбүрлеуге болмайды деген. Біздің елімізде 130-дан артық ұлттар мен халық тұрады. Әрқайсының өзінің құндылығы, ол салт дәстүрі, әдет ғұрпы. Осы мен бүгінгі күнге дейін бір салт дәстүр мен бір әдет ғұрыптың зорлық зомбылыққа итермелейді деген естімеппін. Негеннақ жыныстық сауаттылық деп заң шығарғанша қазақ тілінің сауаттылығы деп заң шығармайды. Әй қайдам, заң шығаратын депутаттардың түрі осы болса, басқасын білмедім. Добросовестно исполнять. Бағынуға. Адал атқаруға ант беремін. Қайдадан айтып беріңіз, асықпайын. Заңдарына қатаң бағынуға ант өтемін. Мәртебелі міндетін. Бұл заңды ұсынған азамат жайлы әңгімені естісек шошисың. Ұлт болашағы кімнің қолында? Подождите, ювенальная юстиция вообще писалась и вот этими ЮНИСЕФ. Вы почитайте о том вообще, кто придумал ее. Педофил, который был осужден. Понимаете? Еншімізге берілген қызметті көрсеттік. Ақ қарасын айырдық. Қалай қорыту өздеріңізге байланысты. Осымен еген ақ тамам, келесі кездескенше сау болыңыздар.